Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Арайгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз әдеттегідей тағы бір жаңа өрнек үйренетін боламыз. Мінекей, қараңыздаршы, қандай керемет тамаша. Мінекей, оң беті де, мынау теріс беті де, екеуі де бірдей. Қандай тамаша. Ал кеттік ендеше осы өрнекті тоқып көрейік бүгін. Мен мына жерде 11 көз алдым. Және теріс жағынан барлық көздерді терісінен тоқып шықтым. Ал кеттік. Бисмиллахиррахманиррахим. Бірінші көзді іліп аламыз. Мінекей, енді сөйтеміз. Енді қараңыздар. Мынау бірінші көз бен екінші көздің екі ортасынан ұзын жіпті тартып аламыз. Сөйтеміз де, мынау екі оңды оңғы тоқып қысқартып жібереміз. Тағы да мына үшінші көзді алып екеуін бірге қысқартып жібереміз. Және де бір көзді іліп аламыз. Тағы бір қайталап жіберейік. Мынау бірінші көз бен екінші көздің екі ортасынан ұзын жіпті тартып аламыз. Сөйтеміз де, мынау екі оңды екеуін бірге оңғы тоқып қысқартып жібереміз. Және де мынау үшінші көзді алып екеуін бірге тағы да қысқартып жібереміз. Бір жіпті іліп аламыз. Тағы бір қайталап жіберейік. Мынау бірінші көз бен екінші көздің екі ортасынан ұзын жіпті тартып аламыз. Сөйтеміз де, мынау бірінші мен екінші көзді екеуін бірге оңғы тоқып қысқартып жібереміз. Сөйтеміз де, екінші мен үшінші көзді екеуін бірге оңғы тоқып қысқартып жібереміз. Бір жіпті іліп аламыз. Мінекей, өрнегіміздің бірінші қатары аяқталды. Бұл өзі бар болғаны бір қатардан тұрады. Енді теріс бетінен дәл осылай басталады. Мынау ілбаған жіпті мынау қарамай, осы ілбаған жіппен мынау теріс көздің екі ортасынан ұзын жіпті біз тартып аламыз. Сөйтеміз де, бұл екеуін оңғы тоқып қысқартып жібереміз. Үшінші көзді аламыз да, оны да екеуін қысқартып жібереміз. Және де бір жіп іліп аламыз. Тағы бір қайталап жіберейік. Мынау ілбаған жіппен теріс көздің екі ортасынан ұзын жіпті билайына тартып аламыз. Сөйтеміз де, бұл екеуін оңғы тоқып қысқартып жібереміз. Мінекей. Және де мынау үшінші көзді алып, бұны тағы да қысқартып жібереміз. Бір жіп іліп аламыз. Мінекей. Және мына соңғысын тағы бір қайталап жіберейік. Ілбаған жіппен теріс көздің екі ортасынан мінекей ұзын жіпті тартып аламыз. Сөйтеміз де, бұл екеуін оңғы тоқып қысқартып жібереміз. Және де тағы да үшінші көзді бірге қысқартып жіберетін боламыз. Мінекей. Бір жіпті іліп аламыз. Соңғысы оң. Мінекей. Мінекей, түсінікті ғой, Тағы бір қайталап жіберейін. Мінекей, қараңыздар. Енді тек қана осы бетін ғана көрсетем. Мінекей, ілбаған жіппен теріс көздің екі ортасынан ұзын жіпті осылайына тартып аламыз. Сөйтеміз де, бұл екеуін оңғы тоқимыз. Мінекей. Сөйтеміз де, тағы да мынау үшінші көзді қосып, бұны да оңғы тоқимыз. Мінекей. Бір жіп іліп аламыз. Тағы бір қайталап жіберейік. Ілбаған жіппен мынау теріс көздің екі ортасынан ұзын жіпті тартып аламыз. Сөйтеміз де, екеуін оңғы тоқып қысқартып жібереміз. Мінекей. Оған қоса тағы да үшінші көзді бірге қысқартып жіберетін боламыз. Мінекей. Бір жіпті іліп аламыз. Соңғысын тағы бір қайталап жіберейік. Ілбаған жіппен теріс көздің екі ортасынан ұзын жіпті тартып аламыз. Сөйтеміз де, екеуін оңғы тоқып қысқартып жібереміз. Және де үшінші көзді алып, оны да қысқартып жібереміз. Бір жіп іліп аламыз. Мінекей, осымен бір қатары аяқталды. Мінекей, әзірге онша көрінбей тұр. Бірақ бірнеше қатардан кейін осындай өрнек көріне бастайды. Мінекей, қараңыздаршы, қандай тамаша.
бұл өрнекпен не нәрсе болса да тоқуға болады. Көрдіңіздер ғой? Мінекей. Қандай тамаша. Мінекей, бүгінгі көштен деген өрнегім осы болатын. Көріңіздер, тоқыңыздар. Бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы.